Бір күнде тағдырыңды өзгертуге бола ма? Бір түнде өміріңді өзгерте аласың ба? Айсұлудың өмір жолы жап-жақсы басталған еді. Мектепте оқушылардың алды болды. Оқуда озат. Ән-күйден 5, тәртібінде мін жоқ. 15-16-ға келгенде бәдені айқындалып сыланып шыға келді. Кеш батса болғаны, мұның үйінің маңайы ысқырған бозбалаға толып кетеді. Шешесі ысқырмаңдар, іштеріңе жел толды ма деп қолына түскен нәрсемен түбіт мұрт жеткіншектерді қуумен әлек кілең желөкпенің назарын үйіргенге қызда үйренді. Қысқа етек көйлегімен көшені бір айналғанда борбайына боз құрт біте бастаған небір айбозы майға қарап болған көк бөрінің күйін кешетін. Арманы Алматыға оқуға бару. Аттестатын алып енді пойызға шыққалы отырғанда әкесі кенеттен көз жұмды. Келер жылы шалының жылын берген жазда шешесі де ауырмай сыздамай ұршығын иіріп отырған күй үзіліп жүре берді. Бірінен кейін бір соққы жас қызды есеңгірет тастады. Бірге оқыған Асқарды іштей ұнататын. Ол мұндай аруға қолым қайдан жетеді деп жүрексінді ме? Айсұлуға деген іңкәрлігін білдіре алмады. Көршідегі Самат ештеңе деп емеурін танытпаса да, әкесі мен шешесінің қазасы үстінде қалбалақтап қасында болды. Келген меймандарға шай қояды, етті де жіліктеп табаққа салудың жайын жақсы біледі. Айсұлу шақырса болды, бар жұмысын сырт тастап осы үйден табылады. Шыққыр көз қайдан көріп қалғанын. Кешқұрым ала сиырдың бұзауын айдап келе жатып клубтың алдындағы ағаш орындықта Асқардың бір қызбен сүйісіп отырғандығын көрді. Жүрегі быт-шыт долдана жылап үйіне жетті. Бұзауды енесінің бауырына жіберді де тамақ ішпестен жатып қалды. Содан кешке дейін жатты. Жастығы жасқа шыланды. Төбеге қарап бір нүктеге қадалып, сүлесоқ кейіпте ішпей арпалысты. Сықыр етіп сыртқы есік ашылғандай болды. Кім бар ей? Саматтың даусы. Айсұлудың бөлмесінде сылдырмақ перде тұтулы тұратын. Соны сылдырлап Самат ішке енді. Жарықты жақпақ боп, оң қабырғадағы түймені түртпектей бастап еді. Айсұлу ақырын ғана жақпай-ақ қой деді. Самат состиып тұрып қалды. Бер жақындаш. Самат қара көлеңкеде қыздың үні шыққан жаққа қара елпеңдей бергенде сүрініп кетіп төсекке етбетімен құлады. Орнынан тұрмаққа басын көтермекке талпына берген жігіттің қолына қыз жармаса кеткен. Сен мен аласың ба? Мен сені. Саматтың одан ары сөйлеуге шамасын келтірмей Айсұлу жігітті құшағына тартты. Көзінен мұрнынан ерінен аймалап сүйе бастады. Өз тортпақ келген жастайының қарулы Самат армандап жүрген аруы ойда жоқта құшағынан табылғанын жемтігіне шүйліккен бүркіт құсап аш көздене ұмтылған. Бір күнде тағдырын өзгертті. Бір түнде өмірін өзгертті. Біреуге қарап біреудің тағдыры өзгере ме? Бейбіт Майлиннің Шұғаның белгісі атты әңгімесінде әуре боп неге бітті ажар көрік деген өлең жолдар бар ғой. Құдды сол тәрізді. Алла тағала да Айсұлуға айрықша ажар көрік сыйлаған еді. Нағыз ай қабақ алтын кірпік қызыл ерінің өзі. Үлбіреген ақ жүзі, ағынан қарасы көп көзі. Қыр мұрынды, белбауырына түсетін қолаң шашып бара жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін алып қалуға жарайтын. Айсұлу Саматқа тұрмысқа шығып кетіпті деген хабарды естіген күннен бастап Асқар араққа салынды. Ауылдағы кешкі отырыс той томалаққа барып жүріп, Саматта ақаңды сілтейтін болды. Қызғаныштан Айсұлудың бетіне әлдебіреу сәл қарап қалса болды. Самат шиыршық атып шыға келеді. Көзі ақиланып 200 грамдық қырлы стақанға толтыра қойылған арақты аранына жөнелтеді. Содан ұлан айқай, бұқпырт төбелес басталады. Отырыстың шырқы бұзылады. Біртіндеп Айсұлу ондай жерге бармайтында болды. Бойына піна біткелі келіншек өзгеше ермек тапты. Магнитофоннан әдем музыка тыңдайды. Көркем кітаптардың бірінен соң бірін тауысып тастайды. Әсіресе өлең оқығанды жақсы көреді. Бұрынғыдай той томалақ отырыстарға бармаған соң Саматтың да шаруасы оңала бастады. Совхозға келген су жаңа водовозды астына ферма меңгерушісімен бірге малшыларды аралауға кетеді. Жүргенге жөрге ілінеді дегендей, кейде барған жерінен бір қойдың етін, сиырдың бір жілігін ала келеді. Келіншегінің аяғы ауырлағанында іштей қуанып жүрсе керек. Бір күн ауданға барып, әдем коляска сатып әкелді. Қоя тұрмадың ба? Ырымға жаман деп шешем айтушы еді. Ырым-пырымыңды білмеймін. Осыдан ұл тусаң атын Ахат қоямын. Ахат Саматович болады, совхоздың директоры болады. Өзің көйлек айдайсың, рульде жүргенде ішпей-ақ қойсаң болмай ма? Енді кішкене нетпейтін күнің бола ма осы? Айсұлудың даусы қатайған сәтте Самат сырғақтап зыта жөнеледі. Сыйлаған шығар, сүйгендіктен бе? Сөйтіп жүргенде СССР тарқап кетті. Совхозда тарады.
Дүние мүлік жекешеленіп бөліске түсті. Саматтың водовозы Асқардың оң жамбасына бұйырды. Шарасыз еркектің қолынан не келеді? Шуден басқа не? Есіктің алдында қоқыс тастайтын бөшкеде босап қалған шөлмектер көбейді. Қырсық бір айналдырса шыр айналдырады. Бір күн ойда жоқта үйдің маңына гүр етіп бір мәшіне келіп тоқтады. Күйеуім келген шығар деп алаңдай басып сыртқа есікке беттеген. Келген Асқар екен, қызу. Айсұлу, мен саған өлердей ғашықпын. Асқар, үйіңе бар. Көршілерден ұят болады. Ұят-мияттың әкесінің аузын ұрайын. Сүйемін деп, жақсы көремін деп айта алмадым. Енді айтамын. Мен тұрмыстамын, аяғым ауыр. Білем бәрін. Еркек таппағандай сен Саматқа неге шықтың, а? Өлтірейін бе оны? Асқар, қой деймін, елден ят. Ойнастарыңның үстінен түстім бе? Қайдан шыққаны белгісіз сайтандай сап етіп Саматта келе қалды. Келе Асқарға тұра ұмтылды. Нақ әкеңнің аузын, нақ зоңбаған екенсің, ұсталдың ба бәлем? Мен жай келдім, кетем қазір, иттің баласы қолыңда өлейін. Біреудің қатынында нең бар? Екі жігіт бір-бірінің жағасына жармас қып-қызыл төбелес басталып кетті. Ажыратылмай Айсұлу әлек. Екеуінің де бет аузы быт-шыт болды. Саматтың сойдақтысының бірі түбінен сынып сырт етіп есік алдында жатқан қаңылтыр ит аяққа түсті. Асқардың көз алды көккүмбек болып, оң қабағы жарылды. Қойыңдар, тоқтаңдар, қалың елге масқара болдық қой деп Айсұлу жылап жіберді. Айсұлудың жылағанын көріп Асқар шегіншектеп беттеп, көлігін оталдырып үйіне қарай жылыстады. Солғын баса алмай селкілдеп отырған Самат келіншегін соққының астына алды. Мә, саған қаншық көрсетем, саған ойнас жасағанды. Ішім сезіп еді. Самат, мен саған адалмын, баламыз болады. Кімнің баласы екенін итім біле ме? Көзімнің тірісінде бақырайтып қойып ойнас жасайсың, атаңа нәлет. Мә, саған көзіңе күшік күшігін үймелетейін. Үсті-үстіне ұрғылап жатыр. Айсұлу үшін ұстаған күйі екі бүктетіліп құлап түсті. Қатты ашудан көзіне қаны үйірілген Самат жас әйелдің ішінен теуіп тастады. Көрші екеубай ақсақалдың ескі москвичімен есінен танып қалған Айсұлуды Самат аудандық ауруханаға апарады. 3 сағат реанимация бөлімшесінің алдында көзінен жас сорғалаған күтсе керек. Көк қалатының түймесін ағытып реанимациядан шыққан дәрігер сұсты жүзбен оқты көзбен Саматқа қарады. Сіздің әйеліңіз бе? Дәрігер, жағдай қалай, тірі ме, бала ше? Баланың өмірін сақтай алмай қалдық. Анасының жағдайы ауыр. Жаны аман қалса болды. Құдай берсе бала болар. Өкінішке қарай әйеліңіз енді бала көтере алмайды. Самат құлағы шыңылдап, көзі қарауытып, тынысы бітеліп, төбесінен әлде біреу қос қолда бұрғандай есеңгіреп отырып қалды. Сіз неткен сұлусыз, айдай сұлу Айсұлу, жан дүниесі Байсұлу, осыған дейін ауылда көрінбейтін жүрген Қайсұлу, үстіне ала пиджак киген, алқызыл галстук таққан ақын, ауданға келген құрметті мейман рюмкаға меймілдете қойған коньякты тік тұрып тартып жіберді. Тіс басарға үстелдің үстінен бірдеңе іздеп еді, әбден кісі күтіп әккі болып қалған аудан басшысының орынбасары шанышқыға бір түйір қазы мен қиярды қоса түйреп, мәртебелі мейманның аузына тоса қойды. Толық шайнамастан қылықты бұжта салған ақын қойын кітапшасын суырып алып, тамағын кенеді. Ақиқатты айтсын деп тіл берілген, солай емес пе? Сіздей сұлуға арнаған жырым. Рұқсат етсеңіздер оқып берейін. Оқыңыз. Мұндай сұлу жанға жыр түгілі өмірді де арнауға болады. Зәмақым зуылдатып жатыр. Так, оқиын. Осындай әдем қыздарға өлең арнамасам, несіне ақын болып жүрмін. Жанарың жауһар, жүзің гауһар жарығым. Ай дидардан тектілікті таныдым. Періштедей үлбірейді ақ жүзің, сенсіз мынау өмірімнің бәрі мұң. Қалай? Керемет емес пе? Сізге поэма арнағым келеді. Тек алдыңыздағы рюмкеден сәл-пәл алып отырыңызшы. Ішпейтін едім. Адам шиін деп шеме. Осындай мөлдіреген қазақ қыздарын көргенде не только арақ уыда ішуге болады. Айсұлу, аздап алшы. Бір-екі ұрттағаннан кісі құрттап кетпейді. Орынбасар әкімде қыстай түсті. Алмасаңыз ренжимін. Сіз үшін неге болса да даярмын. Алып қойыңызшы. Ақын да өлердегі сөзін айтып жатыр. Екі адам екі жақтан қиылғасын, онсыз да қам көңіл жүрген келіншек кісі көңілін қалмасын деп аздап ұрттады. Дегені болған ақын әр тос сайын лепіріп өлең оқыды. Махаббат жырлары, жүрек қылын шерткендей бәр сұлу келіншекке арналғандай. Біраздан соң Айсұлудың басы айналды. Сыртқа шыққысы, үйіне қайтқысы келді. Мен қайтайын. Айсұлу, өзіңмен бір әңгіме бар. Анау бөлмеге барып сөйлесейікші. Айтарыңды айта бер. Бір ауыз ғана. Ақырын көрші бөлмеге өтті. Аудан әкімінің орынбасарын бір-екі рет сайлау кезінде клубта көргені бар. Сымпылдаған жігіт бүгінде жанын қоярда қоймай осында ертіп келген. Астанадан атақты ақын келді. Депутаттыққа түсіп жатыр.
кейін көмегі болады. Қасында болшы. Шығармашылық адамы деген бөтен ғой. Оларға табақ-табақ еттің қажеті жоқ. Жылы қабақ болса жетеді деп өлердегі сөзін айтқан Самат вахтада. 15 күнде бір оралады. Келгені бар болсын, бар тапқан таянған достарымен қосылып алып арақ пен картаға жұмсайды. Айсұлу көптен бері сыртқа қадам аттап шықпаған. Оның үстіне бұл ақынның аты да туындылары да жақсы таныс. Кей өлеңдерін мектепте жүргенде жатқа айтатын, аз кем отырып қайтуға бекініп келген еді. Айналайын Айсұлу, құлдығың болайын. Мына кісі тегін адам емес, елдің адамы. Сені ұнатып қалды, қасында бол. Қазір кетемін, екеуің сырласып, өлең тыңдап отырсаңдар. Ақыңды жемеймін, мынау $100 ал. Мені ақшаға сатылады деп тұрсың ба? Енді керек болады ғой. Қалғым келсе өзім-ақ қаламын. Айсұлу $100 ақшаны жігіттің төс қалтасына сүңгітті. Мынаны бір жеріңе тығып қой. Бәсе, ақылың көп қой. Мені ұятқа қалдырма. Коньяктың буы ма әлде мына өмірден әбден запыста болған көңілін сергіткісі келді ме? Айсұлу аяқ астынан шешім қабылдады. Қайта бер, қонақ күтуді білемін. Қайта оралған Айсұлуды көрген ақынның көзі оттай жайнады. Жаным, айым, күнім деп еркелете бастады. Небір сұлу сөздің кестесін тоқып ақ жатыр. Еш қинаусыз, жалынып жалпаюсыз бір-екі рюмка тартып та жіберді. Өмірі естімеген жалынды сөздерден басы айналды. Самат байқұс мұның бірінде айтпады ғой. Жатын бөлмеге енгенде ақын мұның алқымнан өбіп, анарын қысып аймалап сүйе бастағанда, Айсұлу маған енді бәрібір деп ойлады. Қарсылық көрсеткен жоқ, денесі оттай ысып, демі бітіп, әлеуетті еркектің дегеніне жетпей қоймасында сезді. Талай сұлуды құшып, талай тотайдың төсігін тегістеген ақын тән рахатына бөлудің талай тәсілін біледі екен. Әуелі екі көзден кезек-кезек сүйесе болар ма? Құлағына не бір құшыр қандырар әдем сөздерді сыбырлай ма? Ерінен үзілдіре сүйе ме? Құдай-ау, Самат сорлыдан көрмеген аймалау амалдарына жаны рахаттанып, тәні тәнті болғандай күй кешкен несі? Бір қолмен анарын, екінші қолмен бөксе тұсын сипалап, кіндік тұсқа келгенде домбырамен күй тартқан күйшінің ептілігінде ерке қимылдар жасап, қатайған денесін босатып, дел сал қалыпқа келтірген еркек сұлу келіншектің кепкен аңқасын қандырудың барлық амалын жасап ақ жатыр. Үстіне бір-екі рет шығып қор ете түсе қалатын күйеуінде емес, басқа әлем, басқа ырғақ, басқа күй. Келіншек ыңырсып, ыңқылы күшейіп, үстіндегі еркектің әр қимылынан ләззат алып, екі көзін жұмған күй елтіде де қалды. Қиял шарықтап Асқар екеу әлдебір теңіз жағасында қол ұстасып, су шашысып, жүгіре басып жүргенде ме? Қалай теңіз толқын екеуінде кезек-кезек тербетіп жатқандай ма өзі? Оттай ыстық демге шарпылып, тынысы бір бітіп, бір үзіліп кететіндей ме? Жағада екеуі де анадан туғандай тыр жалаңаш қалыпта. Аймаласа қалғандай, ұят-аят атауын асау теңіздің толқынын жұтып жасырып қойғандай. Япырау, мұндай да болады екен-ау деген ойдың түйсік тұсына келгенде тез, кеткенде тез. Әйелдігін кар әлемнің қақпасы ашылғандай, сол қақпаға ешкімнен ұялмай қызармай Хауа ананың көйлегін киіп енгендей, адам атаның үйреншікті қимылы жанға қуат бергендей, әлде бір нәзік ағыс 62 тамырын бүлкілдете үйіріп алып бара жатқандай, толқынға толқын қосылып, әлде әуен, әлде күй бесікте таңылған сәбидің қалпына түсіріп тербете түскендей. Тән рахат осы ма деген тосын сұрақты еркектің ырсылдаған дыбысы жұтып қойғандай, мүлде бейтаныс, бірақ соншалықты ыстық ләззаты оны біресе күйдіріп, біресе жандырғандай. Айсұлудың бар ойы осы ырғақ бітпесе екен, осы күй үзілмесе екен дегенге сайды. Isынтып, қайнатып, тұла бойындағы сезім түйіршіктерінің бәрін оятып, тәтті-тәтті әлемге сүңгіген сайын ақыр не болар екен деген әлдебір үрке жоқ сезімнің жетегіне оратылып жатып, буырқанған азаматтың буы кебердегі әрекетіне бүкіл жан дүниесімен кірігіп кеткендей еді. Толған айдай тоғысып, толар сарға шейін талқысып жатып, жан дүниесін шарпқан алауыттың дәрейіне шыдай алмаста мама деп шыңғырып жібергенін біледі. Арғы жағы не тұман, не күмән секілді. Еркектің маңдайынан иіскеп, өзің бір керім келіншек екенсің деп, еміренген даусына жүзі нұрланып жатып, екі көзіне үйілген жастың ағына ерік берген. Жаны жусап, тәні бусап қалғандай. Мұндай да болады екен-ау. Келіншектің көрпесін қымтаған ақын, сен туралы өлеңімді келесі кітабыма қосамын деп күбірлеп жатты. Самат вахтада жүргенде 90-ның 4-індегі әкесін көшеден өтіп бара жатқан КамАЗ қағып кетіп, бұлардың шаңырағына қайғы бұлты үйірілді. Әке жаным-ау деп анандайдан аңырап келген Саматқа жұрт болған жайды ертесіне жаназа намазының алдында ғана естіртті. Бәсте әне бір кісілер бейтаныс, бұлар неғып жүр деп өзімде ойлап едім деп Самат кешірім сұрай келген автобустың адамдарын зираттан келген бетте жаппай
тізерлетіп отырғызып қойған еді. Әкесінің 7-сін, 40-ын, 100-ін, тіпті жылында айыпты тарап көтерді. Ішеді, ішкенде де түбін түсіріп өлтіріп ішеді. Қубас Саматмен деген даусы тарғылданып жылайтын да бар. Кешқұрым аудан әкімінің орынбасары жылт ете қалған. Айсұлудан алшықтап жүргенін көрген. Ол байқұс күйеуім не дейді дегенде Саматтың жүзіне имене қараған. Барып кел, аты сұрағың өтіп кетеді деп Самат былш еткізген. Тек Құдай үшін ішпеші. Бір үйден бір адам ішсе де жетпей ме? Ол да біледі. Білгенде қайтеді. Кейде тапқаныңнан 1000 теңге бере тұршы деп шиланып ақтарып сүмеңдейтінін қайтерсіз. Айсұлу әр отырыстан қызара бөртіп оралады. Кейде аяғын баса алмай, буын-буыннан әр кетіп, қылжаң тартып қайтады. Жоғары жақта мейман келді десе болды. Зәмәкім жетіп келеді, неге екені белгісіз мейман келді деген хабарды естіген сайын селт етіп баяғы ақынды іздейді. Оны парламент депутат ретінде теледидардан 2-3 рет көрген. Ақиқатты айтсын деп тіл берілген деп саңқылдаған даусын соңғы рет естіген Айсұлу ғана шығар. 5 жыл депутат болып жүріп, елдің жай туралы бір ауыз сөз айтпай-ақ кетті. Бірінен кейін бір кітапта шығып жатыр. Айсұлуға арналған бір де өлеңі жоқ. Айсұлу оңашада отырып алып айнаға қарайды. Баяғы ажар көрік солғын тартқан, жүзін мұң басқан. Мына дүниеде ешбір қызық қалмайтындай. Ішкі күйікті коньяктың қышқылтым дәмі басатындай. Мәртебелі меймандардың бәрі де келіншектің сұлулығына қызыққыш. Бұрын әйел затын көрмегенде еліккіш. Оралының барында ойнап күлу негізгі кәсібіне айналған қу жалғанның мәжнүн талының жапырақтары да жұлым-жұлым. Асқар сол күйленбеді. Астанаға құрылыс бригадасымен жұмысқа кетті. Аз-маз табысын араққа жұмсайды. Әбден қызған кезде айтатыны бір ауыз сөз. Деген құстың ұясын көрдің бе? Саматта еш жоқ. Оған да бәрібір секілді. Аузынан арақ иісі бұрқырап отырып, жаңа әлгінде айтқан сөзі. Әй қатын, енді мына 90-дағы шешемді де жолдың бойына шығарып қойсақ қайтеді? Олай-бұлай өткен КамАЗ қағып өтсе жерлеуге керекті жарақ жабдықтың бәрін реттеп алар едік. Теледидардан осыған дейін 10 шақты орыс патшасының басын жұтқан Алла Пугачева әндетіп жатыр. Жизнь невозможно повернуть назад. Бұралаң болса да өмір жолын кері бұрудың еш амалы болмағаны ма?